Ассаламуалейкум, құрметті көлік жүргізушілері. Бүгінгі түсірілім Ravon R3 өзбек автокөлігінің Қазақстандағы жинақталған машинасы туралы болады. Және де бұл 2020 жылы шыққан механикалық автокөлік, кондиционері бар, қосымша өзінің қойылған магнитоласы бар, центр орталықтандырылған терезе блокировкасы мен көтергіштер бар. Енді бірінші түсірілім мына предохранитель дейді ғой. Предохранительдің ішіне мысалы шаң кіріп, мысалға автокөлікте әртүрлі қателіктер шығады, чек жануы мүмкін, басқа да қателіктер шығуы мүмкін. Соның ішіндегі қателіктердің ішінде қазір менің пробегім жүрген 2070 пробег болып тұр қазіргі таңда. Енді осыны қазір алдын аламыз. Енді кейбір жаңа автокөліктерде осындай чек жанып қалады дейді. Оның себептерін көбі түсінбейді. Не үшін жаңа автокөлік қой, неге жанады деп. Енді бұл жаңағы чекті жандырмаудың бірден бір бөлігі, жаңағы жағдай жасап, осы автокөлікті қазір жақсартамыз. Ravon R3 құрметті автокөлік жүргізушілер, мына жерде мысалға блок предохранительдер бар. Міне осы блок предохранительдің мынандай бір саңылаулар бар, көріп тұрсыздар ма? Мына бір саңылауларында мысалы көбінесе ұшқан шаң, әртүрлі мусорлар мына блоктың ішіне кіріп, автокөліктің компьютерін дұрыс жұмыс жасатпайды. Екі жағында жар, мына аймақтарда. Осы екі аймақтарды қызып бітейміз. Яғни бітеушіміз мынандай губка деп атаймыз ба, тығыз. Осылардан әдемілеп қойып, екі жағын бітеуге тырысамыз. Ескерте кетейін, мұндай жаңағы автокөліктердің көбінде әртүрлі жаңа автокөлік болғаннан кейін көбінесе компьютер қателіктерді көрсетеді. Көбінесе осы чектар предохранительге шаң, әртүрлі қоқыстар тұрып қалады. Сол себепті осыны жасаймыз қазір. Яғни бұл жағдайда қазір біз өлшейміз, арнайы өлшеп алып, осыны екі жаққа губка ретінде қысып белгілейміз. Яғни бірінші өлшеп аламыз. Көріп тұрсыздар ғой, екінші жағы. Мына жақтағы үлкен ірі қара проводтың үстіңгі жағы саңылау ашық. Осы жерде шаң кіреді. Одан кейін мына екінші жағынан осы екі жақтарын қазір бітеуге тырысамыз. Мен арнайы кесіп алдым. Қазір осыны орнатамыз. Енді орнатуға мен екі қолым өте қажет болады. Сондықтан қазір орнатып алғаннан кейін қосамын. Арнайы поролон сияқты губкалар болады. Өте жеңіл. Арнайы мынандай ойық жасап алдым. Қара проводтың жанына келетіндей қылып. Салып қойдым. Мынандай резинкеден. Сіздерге көрінбей ме? Толық бітеліп тұр. Шаң барлығы беталды кірмейді. Беталды компьютеріңізден әртүрлі чек немесе қателіктер шықпайды. Осындай бір ерекшелігі бар. Енді кейбір автокөліктерде жаңасының өзі осындай кейбір жасалмаған. Енді кішігірім қосымша жасалған дүниелер бұл әрине керек болады. Енді мен осы автокөлік туралы жаңа болғандықтан екінші бір ерекшелігі
астындағы мотордың астындағы қорғаушы металлдан жасалған, орыстар орысша защитник дейді. Сол защиттан маңында мына жерде пластик бар, сол туралы түсірілетін болады келесі жолы. Енді ол не туралы түсірілетін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді сіздер осы видеоны әрі қарай қажетті десеңіздер, лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Осы автокөлік туралы өте қызықты видеолар түсірілетін болады. Көп рахмет, сау болыңыздар.